Barchаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы ши бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қарайтып қойыңыздар. Сол кезде барлық видеомды көре алмайсыздар. Ең бірінші қамырдың аппарасын дайындаймыз. Жылы сүтке ашытқы, қант және қойытылған сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Бетін ауа өтпейтіндей етіп жауып, мен пищевой пленкамен орадым. Жылы жерге 10-15 минутқа қалдырамыз. Біздің аппарамыз көтерілуі керек. Мінекей, аппарамыз көтерілді. Енді ұнға тұз қосып, аппараны қосамыз. Мен ұнды 500 грамм етіп қостым. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан 480 граммнан әуелі қосып көріңіздер. Жақсылап қамырды илейміз. Ши бауырсақтың қамыры қатты болады, сондықтан иін қандырып жақсылап 10 минуттай осылай илейміз. Илеп жатқан кезде сәл қолдарыңызды майлап жіберсеңіздер болады. Илеп болған қамырды пищевой пленкамен ауа өтпейтіндей жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Қамыр көтерілуі керек. Көтерілген қамырды ұн себе отырып, тағы бір илеп жібереміз. Бір илеп жіберіп, екіге бөліп, пакетке салып 10-15 минутқа тағы қалдырамыз. Енді шамалы тұрған қамырды аздап ұн сеуіп жаямыз. Ши бауырсақтың қамыры осындай қатты болады. Әр аймақ әртүрлі қылып жасайды. Формасында өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Қалыңдығын қатты жұқада емес, қалыңды емес орташа еттім. Осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен біреуін осындай кубик етіп кестім. Алдын ала қызып тұрған сұйық май немесе тоң майға қуырып аламыз. Майдың қызған қызбағанын осылай таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Таяқшаны малған кезде осылай көп ұшып тұрса, май қызды деген сөз. Енді бауырсақты көбірек етіп саламыз. Үзбей араластырамыз осылай. Май қызып тұрған болуы керек және оттың асты тым қатты да емес, тым баяу да емес, орташа болып тұру керек. Неке біздің ши бауырсақтарымыз сарғайып әдемі болып піседі. Сүзіп алып, қағаз майлығы бар ыдысымызға саламыз. Бауырсақты қуырып жатқан кезде осылай үздіксіз араластырамыз. Ши бауырсақтың формасын әркім әртүрлі жасайды. Екінші түрін ұзынша соломка сияқты қылып жасап көрсетемін. Жайған қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Қызып тұрған майға осылай көбірек етіп саламыз. Үзбей араластырамыз. Осылай бауырсақтарымызды қуырып аламыз. Бауырсақтарымыз сап-сары, өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің ши бауырсақтарымыз дайын. YouTube каналыма тіркеліп, видеоны достарыңызға поделиться етіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлес қосып қолдап қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.